Не нәрсеге жарнама бердің? Қанша шығындалды, қанша просмотр болды? Менің есімім Қарасақал. Мен бүлте шапкеге заявка бергем. Содан 27 мың адам көріпті. Именно осы Алматыда Абай көшесіне бергем, тек бір көшеге ғана. Бір көшеге ғана? 377 рубль кеткен шығын. Просто мен өзім енді не істеп, ответ беріп, заявканы алып үлгере алмағасын, кешкісін тоқтатып қойдым. Кешкісін сондай не болған заявка. 29. Тұра. 127 мың просмотр, да? Просмотр. Қанша? 29 заявка. 29 заявка. Так, қанша шығын? 377. 377 рубль. Теңгемен қанша болады? 2000 теңге, да? Хорошо. 2000 теңге. Маржа қанша? Бір неден? Әрқайсынан 2700-ден. 2700 маржасы, иә? Таза маржасы. Пайдасы 2700 теңге. Теңге. Енді 129-ын енді бәрі ала қояды деп ойламайық, да? Ол вряд ли. 20-сымен сөйлесіп үлгердім мен. 20-сымен сөйлесіп үлгердім. 5-еу алам деді соның ішінде. Хорошо, давай, 29-ын жартысын алайық. 60 адам. Сан 60 адам. Так, 2760-а көйтсең, 162 мың. 2000 теңге рекламаға шығындалып, 162 мың теңге. Пайда табуға бола ма? Бола ма екен, реально ма екен? Көрдіңіздер ме мощның, құдіретін, таргетингтің? И то біз мынаның жартысын ғана сатсақ, и то мына клиент, мынау потенциальный клиент еще, да? И бұның жартысын ғана алып атпыз, 60 деп. Шапка. Bluetooth шапка. Не, сонда суретін салдың? Иә, суретін. Текстін салдың? И настройка жасап жүрдің, да? Басқа салып шықпады. Осы жерде отырып бәріміз бірге істегенде сол кезде. Ертесіне кешкісін салдым, демалыс күні кешкісін бітіріп соны. Соны кешкісін демалыс күні салдым, бірінші күні азында қарасам, өзі 20 не түсіп берген заявка. Содан тұра берді, ол кешкісін бірақ қарасам 129 заявка бірақ түсіпті, сосын тоқтатып қойдым, мен үлгере алмағасын. Тоқтатып қой, үлгере алмай қаласың. Бекерге далаға кетіп қалуы мүмкін олар. Ақырындап сөйлесіп бастау, енді сенде проблема неде? Сату өнер болып жатыр. Сатуда енді проблема. Енді саған басында проблема заявка болып жүрсе, енді заявка проблема жоқ, сату. Шынымен былай сөйлеп жүргенмен негізі қиын екен былай клиентпен сөйлесу. Просто эксперт болу керек екен да шынымен. Стоит па? 2000 теңге асып кетсе әлі да, и то на тройка бірінші жасаған рекламасы әлі де дамыту керек та. 2000 теңге шығындалды. Бір көше еще тек қана Абайға көшесі. Бір көшеге ғана жүрген 162 мың теңге таза пайда. И то жартысын алған кезде заявканың. Қазақша, дым орысша жазған жоқпын ішіне. Еще қазақша жүрдің бе? Бірыңғай қазақ. Супер. Былай істе. Пост жаз сен. Пост жаз. Сен жасаған неңді скриншот жасап, пост жаз, порталға сал, басқалар көрсін. Порталға сал, чатқа сал, чтобы қалай жазғанын, копирайтинг қалай болғанын. Хорошо? Е. Ау? 5000. 5000 дейді. Пайдасы 2300 теңге. Кликтің бағасы қанша айды? Кликтің бағасы енді общий шығып тұрғым неке. 377-ні 29-ға бөлесіз. Клик, мына жерде клик 29 емес қой. Клик басқаша, мына просмотр болса, кликті кабинеттен көру керек. Клик қарамадың ба? Мына жерде мына просмотр бар, ортада клик деген бар. Клик бар. Сол кликтен, яғни жанаман басып кірген. Содан қалдырған адам 29 адам. Давай Қарасақал, саған тапсырма. Пост жаз, басқаларға үлгі қылып жібер, қарасын сенікінен. И саған қарап керек адам. Бюджет. Бір күндік бюджет. 100 рубль деп қойдым. 100 рубль. Молодец, удачно. Осыны не істе енді, саған срочно не істеу керек енді? Сату керек. Сату өнерін игеру керек. Оны игерген дегенше сен не істейсің? Мына адам жоғалтып алуы мүмкін. Тез мына горячий адамдарды жібермеу амалын қарастыр. Сен келесің, сондай адам табасың болмаса. Таппасаң, біздің СБА бөліміне келесің, біреумен договориться етесің. Давай әрбір сатқан шапкаңнен
осынша теңге алып отырасың деген сияқты. Олар уже мастер, саған әлдеқайда сатып беруі мүмкін. Жоқ, мен негізі хостелдегі балаларға бөліп берсем бола ма? Бөліп берейін дегенмін негізі. 10-ның балдарына ма? Әрқайсысын, иә. Өзіңнің 10-ның балдарына ма? 10 емес, хостелде бірге жататын. Давай, пожалуйста, пожалуйста. Главное, что мынау жібере алмау, мынаны сату. Мына горячий клиентті жіберіп алмау. Сондай бір адамдар болады да. Өткен бір қайбір ағымда осындай бір тоже 5.000 теңгедей, бұл жерде 2.000 теңге ғой, рекламаға 5.000 теңгедей шыққан. Заявка пәленбай киген, заявканың санын есептеп қарасақ, где-то бір 200 мың теңге пайда. Вообще-то, да? Маржасы жоғарылау екен. 200 мың теңге пайда тауып тұр. Енді арғай жылжымай отыр да, не үшін жылжымай отыр десем, мынаны төлемеген, жарнаманы төлемепті. Фейсбукта сондай ғой, таргетингті солай, сені қарызға жазып қояды, картаңда ақша жоқ болса, тоқтап қояды. Картаңда ақша жоқ болса, тоқтатып қояды да рекламаны. Кейін қашан картаға ақша саласың, сөге жалғастырады. Сөге айтамын, жалқыма, мынаны жаңа ақша тауып алсың сен, сол картаңа 5.000 теңге салып, ары қарай рекламаны жалғастыру деп. Кейбіреулер соған нетеді, жалқыға санайды, сол 5.000 теңгені. Екеуіне бірдей ма? Екеуіне бірдей қойдым, негізі Facebook қойдым, тек қана Facebookқа салдым. Instagram салған Facebook. Facebooktың өзіне ғана салған сияқтымын, өз жерін қарамаппын да сол. Бір-ақ рет сол көріп, бір-ақ рет салдым, одан кейін қараған жоқпын әлі. Содан түсіп атқан. Қарамапты даже. Мынандай болады шынымен, бір қыз бала болған, Айсәуле деген. Таргетинг сабағы өттік, ертесі күні звондайды. Мен жасадым, бәрін әдемілеп жасадым, мен не істеймін дейді да. Бәрін жасап жібердім, настройканы жібердім, реклама вроде жүріп жатыр, білмеймін. Енді не істеймін, комментіме қарасам, пәленбай просмотр болыпты, пәленбай клик болыпты. Енді не істеймін дейді да. Енді заявканы қарасаңшы деймін, заявка келу керек па не дейді да. Сөйтсе ана заявка қалатын жерін білмейді екен әлі. Заявка кіретін жерін кіріп, қараған, сөйтсе где-то 20 заявка келіп тұр бір күннің ішінде. Так, молодец, Қарсақал. Рахмет. Қол шапалақтап қойыңдар. Айтқанды бірге бір істеді, нәтиже соған сай.